Қайда келдік? Біз мұражайға келдік. Қаншама заттар бар. Қазақтың ежелгі киілген киімдері, білезіктері, сақиналары, шапандары, қолдан өрнектеп тігілген, аяғында мәсі бар, басында тақиялары бар, киіз үйлер, ежелгі бабалар киіз үйде тұрған, киіз үй киізден жасалған. Көп заттар көрдің ба? Көрдің білмейсің, өсесің, білесің, үйретеді саған әжеге. Тұмар мағынасын, мәліметтерін айтып берейін саған. Тұмар сынып күштерден, тіл көздерден сақтайтын халқының ежелгі бұйымы болып саналған. Оны ежелден келе түркі халқы оның ішіне топырақ салып, осылай тігіп жасаған. Содан кейін ислам діні әсерінен олар топырақ ысырып салып, оның орнына ғаламат адамдарға Құран аяттарын жаздырып, соған тұмар бұлардан жасалған, кигізден жасалған, соның ішіне салып, тігіп, мойындарына таққан. Бұл тіл көзден сақтайтын деп сеніп киген біздің халқының сондай дәстүрі бар. Тұмардың әр түрлісі бар. Үй тұмары, болса ат тұмары, жастық тұмар бар. Жастық тұмар дегеніміз ол түрлі металдан жасалған. Ал қиып тұмар дегеніміз түрлі жылтыр заттардан жасалған. Қазір біз саған тұмар жасап беремін. Қазір сандығымды ашайын, саған алып беремін. Бұнда неше түрлі оюлар бар. Қазір мен саған тұмар жасап беремін. Бой тұмар деп жасап беремін саған. Тіл көзден сақтап жүреді сені. Сандығымның ішінен саған жіп аламын қазір. Мойныңа сосын тағасың. Жәледен сақтап жүреді. Ол біздің халқының дәстүрі болған. Қазір әже саған көрсетеді қалай тұмарды істеу керек екенін. Бұл кигізден, бұл кигіз. Кигізді қазір қиып аламыз. Қиып аламыз қышымен. Қидық, жапсырамыз желімді. Сонда желім жапсырамыз осылай. Майдалап, жағамыз жағалай желімді. Ол жабысады, жабыстырамыз бұлай. Қошқар мүйізді әшеке сияқты қошқар мүйізбен әшекейлейміз. Көрдің ба? Әшекейлейміз. Қазір жіп тағамыз мойныңа іліп қою үшін. Сонда сенің тұмарың, бой тұмарың бәле жаладан сені сақтап жүреді. Тіл көзден. Білесің бе? Енді білетін болдың ба? Өзін сақтайтын тұмардың не екенін, қандай әсері бар екенін біздің халқымыздың. Найма саған тұмар осылай жасаған ежелгі халқымыз. Мен мойнына кигізейін. Бісміллә деп кигізейін. Бісміллә Алла. Сақтай көр. Бәле жаладан. Неден мына тұмар елімізді сақтайды. Ел жұртымызды, халқымызды сақтайтын тұмар. Ел тұмары, жер тұмары деп айтуға да болады бұны. Бәле жаладан сақтайды. Мынау тұмарлар, үш бүрісті бар. Үй тұмары. Үйдің ішін сақтайды. Бәле жаладан сақтайды. Мына сопақ тұмар. Бұл да үй тұмары деп саналады. Дөңгелек тұмар. Бұл да үй тұмары. Үйге іліп қояды тұмарларды. Босағасына іледі, төрге іледі, жататын бөлмеге іледі. Мына келесі тұмарымыз бұл отбасылық тұмар. Отбасылық тұмарды үйдің төріне деледі, жататын бөлмеге деледі, ас бөлмеге деледі. Отбасын бәле жаладан сақтайды. Енді білетін боласың. Әже, мен тұмалтолары көп бітті. Рахмет әже.